Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді ең жұмсақ печенье чокопайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сізге осы чокопай печеньесі ұнайтын болса, видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл печенье өте жұмсақ болып шығады. Кішкентай балалардың сүйіп жейтін печеньесі. Біз ең алдымен жұмыртқамызға қант қосамыз. Және де ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Осылай ағарған кезде сүт құямыз оған, және де сұйық май қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді оған електен өткізілген ұн қосамыз. Және де 1 чайный ложка сода қосамыз. Тағы да осылай електен өткізіп ұн қосамыз. Енді оны жақсылап миксерлейміз. Осылай миксерлеген соң, қамырымыз қою болғанша тағы біраз ұн қосамыз. Осылай ұнды електен өткізсек, қамырымыз биік болып көтеріледі. Осылай тағы біраз ұн қосамыз. Енді миксерлейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Мінекей осылай қою болып шығады. Енді оның бетін целлофанмен жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта жарты сағат тұрды. Ал енді бұны кондитерлік қапшыққа немесе осындай целлофанға құямыз. Осылай целлофанымызға құямыз. Осылай целлофанның ұшын кесіп, табанымызға саламыз. Біздің печеньелеріміз дайын болды. Енді оның бетін айналасын осылай кесіп түсеміз. Осылай кез келген дөңгелек затпен кесуге болады. Және де осылай бәрін кесіп шығамыз. Ал енді крем жасайтын боламыз. Ең алдымен салқын тоңазытқыштан шыққан суымызға 1,5 қасық желатин қосамыз. Және де оны 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ал енді сироп дайындаймыз. Сол үшін ыдысымызға қант қосамыз. Және де су құямыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Қантымызды газдың үстінде ерітетін боламыз. Осылай қайнайды. Біздің сиропымыз осындай қою болады. Біздің желатиніміз 15 минут тұрды. Енді оны су моншасында ерітетін боламыз. Неге осылай ерітеміз. Біз желатинді қайнатпаймыз, тек ерітеміз. Біздің желатиніміз осылай еріді. Және де сиропымыз да дайын болды. Ал енді желатинді жақсылап миксерлейміз. Оған жаңағы ыстық сиропымызды қосамыз. Осылай жақсылап миксерлейміз. Сол кезде біздің креміміз дайын болып, креміміз ағарады. Креміміз дайын болды.
Енді осындай ыдысқа құямыз, салфанға немесе кондитерлік қапшыққа құямыз. Енді осы печеньелерімізге құйып шығамыз. Біз осы солай печеньемізге құйған кезде екінші сыңарын бірден жабыстырмаймыз, әйтпесе креміміз ағып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай бәрін істеп болған соң жабыстырамыз. Енді тоңазытқышқа кемінде жарты сағаттай қоямыз. Ал енді осы шоколадымызды су моншасында ерітеміз. Осылай еріттік. Ал енді жаңағы печеньемізге жағып шығамыз осылай. Осылай бәрін жағып шығамыз. Одан кейін тоңазытқышқа қоямыз. Біздің шоколадымыз қату керек. Біздің чокопай печеньеміз дайын болды. Lekin өте жұмсақ болып шығады осылай. Кремі де өте әдемі болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып коммент қалдырыңыздар. Және де каналға да тіркеле кетіңіздер. Менде әлі де көптеген видеолар болады.